Алға. Сіз дайынсыз ба? Дайынмын. Көңіл шіркін тәтті сезім іздейді. Сол сезімнің мәңгемесін сезбейді. Бірақ тағы махаббатсыз адамдар бұл жалғанға шыдамайды, төзбейді. Өмір деген күз сияқты, көзді ашып жұмғанша, көңіл деген қос сияқты, лаулап сезім жанғанша, сезім деген қос сияқты, жылы жаққа ұшқанша, шаңға шықтар шыдай алмас, бірін-бірі қошқанша. Шықтар шыдай алмас, бірін-бірі қошқанша, шаңға шықтар шыдай алмас, бірін-бірі қошқанша. Мейрамбек Тағанов, біздің төрешілер шынымен таңғалдырды ма, жоқ әлде орта екі жақ басқаннан кейін баса салды ма? Мейрамбек қанатқа бағынбаймыз ғой, қанаттар бізге бағынады ғой. Екі қанат бізге бағынады ғой. Мейрамбекті шыққаннан Мейрамбектің атына ұқсасын деп қойдым екен дейді да, жаңа Сәкең. Сосын кейін екеуміз ойлап отырдық, Сәкең айтты. Ән айтқан кезде мүлдем ұқсамайды екен, соған риза болдым. Ұқсамайды екен деді. Сосын Олай болмаған. Сосын Музарт-Лаевқа келмейді екен деді сені. Екеуміз сөйтіп ақылдасып келдік та, сен жаңағы шарықтау шегіндегі даусың жоғары кеткен кезде Сәкең бас деді ғой. Ай, мінекей, керемет. Не деген керемет кеңесші мынау, рахмет саған. Шіркін, Мейрамбектің бәрі өсіп айтса ғой. Шынымды айтайын, мен сіз дайынсыз ба деген кезде микрофонды қалай пайдаланатын әнші екенімді мен сездім. Дайынмын дегенде микрофонның арақашықтығын ұстауының өзі ол үлкен өнер. Сол кезден бастап мен Бейбітке айттым, мына жігіт микрофонды дұрыс қолдана білетін жігіт екен деп. Ал енді жаңағы октава жоғары көтерілгенге дейін сен өз-өзің таппай тұрдың ба, жоқ онша көрсете алмай тұрдың да, октава көтерілген кезде мен баспауға амалым қалмады. Керемет. Рахмет. Мейрамбек Тағанов.